әжелеріміз бізді үйреткенде қыздың жинаған жүгіндей дейтін, қыздың жүгі осындай әдемі болып тұру керек. Қызы да әдемі, көз қызамықтай. Мынаны енді үстінде жүрейді әдемі. Біздің бар күніміз ақылы көрініп тұру керек. Осы қыздың жинаған жүгіндей деп жақсы болу керек. Айналайын, ай жарайсың әдемі. Арасып белге, иықпан шашы төгіліп жерге. Кейін шашты өріп болғаннан кейін міне өс деп осындай ырымдар жасаған. Ал айналайындар, бүгін біздің үйге әжелердің үйіне қонаққа келіп қалған екенсіңдер. Енді тәні Әйгерім мынаны кесте деп айтады. Бұрын әжелеріміз осында кесте тіккен, оларының маңдайына осында кестемен дүние тіктірген, қол орамал тіккен. Жақсы. Тәні, енді сен не жасабасың? Міне, мынау кимешектің бір түрі екен, қара кимешекке қалай жасап жатыр. Айналайын. Дәл осы мына жерін жөндеп жібер, кішкене көрсет. Тәні, оюларымыз қандай әдемі болып жатыр екен, қошқар мүйіз болып жатыр екен. Ұршық деп әдемілеп жарайсың. Тәні, ойуыңды бір қара. Ойуын оямыз. Бұл енді қошқар мүйіз оюы ең оюдың ең оңай түрі. Бізде оюды киімдерге де, мына үйдің киіз үйіне де, аттың жабықтарына да, әртүрлі қазақтың барлық салт дәстүрінде осы қошқар мүйіз бейнеленген. Қараңыздар енді, қазір ең көп қолданылған түрлерін көрсетіп жатырмын. Мұны қошқар мүйіз дейді. Көрдің ғой, жарайсың. Жақсы болсаң, сәулемісің, жаман болсаң, әуремісің. Сыртындағысы қаптаушы, ішіндегісі ішкісі. Демек, қыста күн суық болғанда осымен қаптайды. Ал шыбын кірмес, шіркей кірмес үшін бетін жауып қоюға болады. Қараңдар, мынау сендердің бесік. Осындай атаңда, әжеңде, мен де сенде осы бесікте өскенбіз. Ақ бесікке жат бөлем. Әлди балашым, әлдилейді анашым, бесігіңе жата ғой, тәтті ұйқыға бата ғой. Әлди. Қарақтарым, бүгін біздің жиналып отқан себебіміз қазақ халқының ұлттық құндылықтарын, ұлттық дәстүрлерін дәріптеу болып табылады. Біздің өзіміздің отырған жерімізді қараңдаршы, киіз үйдің өзі қандай әдемі, киіз үйдің жан-жағындағы уықтары, төбесіндегі шаңырағы, оның барлығы бір керемет мән мағынаға ие екен. Мысалы, уықтар деген сөз, ол барлық ұлттар, Қазақстан Республикасында немесе қазақ халқының ішіндегі өз рулары, мысалы, бірігіп, бір шаңырақтың астында деген мағынаны білдіреді. Біз сол бір шаңырақтың астында қазір сендермен бірге жиналып отырмыз. Оның өз үлкен мән мағына береді. Сондықтан да бүгін біз осы қазақ халқының салт дәстүрлерін, жаңағы киелі сандарын болсын, ырым жиындарын, барлығын сендерге түсіндірмекшімін. Соның бірі қазақ халқында мынау асық деген ойын бар. Барлықтарын білесіңдер, Сол асықтың ішінде қан талапай деген ойын бар, балалар. Қараңдаршы, мынау қазақ халқы қой сойған кезде
сол қойдың асығын жинайтын болған үлкен аталарымыз немерелеріне, үйінде кішкентай шөберелеріне асық жинап, өйстіп көптеген асық жинайтын болған. Асық ойнаудың 4 түрі бар. Соның бір түрі бүгін хан талапай. Хан талапай ойынын қазір сендерге бір рет түсіндіріп жіберейін. Мынау хан болып саналады, қалғандарының барлық қасындағы асықтар. Мысалыға, мен мынау асықтарды аламын да қазір. Асықтарды алып, шашып жіберген кезде, мынау хан. Хан былайынан түсті. Бұл деген сөз шік. Ал егер былайынан түссе, бүк деп аталады. Ал былайынан түссе, тәйке, былайынан түссе, алшы деп аталады. Былайынан түссе, омпы, былайынан түссе, сомпы деп аталады. Түсіндіңдер ма? Ал бізге қазір асық қандайынан түсті? Шік жағынан түсті, е? Енді осы шікті мен былай түсірдім. Ана шік асықтарды көздеймін, қараңыздар. Оқ, тимей қалды. Енді тимей қалған кезде, мен хан талапай деп айтқан кезде, сендер көп асық жинауларың керек. Сендер ма? Хан талапай! Ал тағыда, кім қанша асық жинады екен? Асан қанша асық жинады? Қазақтың кәдімгідей мынау мал сойғанда алынатын сүйектен, осындай асықтан жиналып, оны әдемілеп бояп та қою мүмкін. Оның атын шекем тас деп айтамыз. Яғни, мынандай 5 тастан тұрады. Мына қараңыздар, шашып еттік па, бірінші біреуін аламыз. Міне қолында екеу ғой, міне. Кейін бөліп жібереміз. Енді екіншісін алып жібереміз, қолында 3, міне. Міне үшіншісін алып жібереміз, қолында 4 ғой, міне. Бесіншісін алып жібереміз, қолында 5. Дәл осылай жинаймыз. Яғни мынау бірлік дейді, мынау екілік, мынау үштік, мынау 4-лік дейді. Кән ойнап көріңдер. Қазір ғана мен әңгімемнің ортасында қазақтың киелі сандары туралы айттым. Солардың бір-екеуін айтып өтіңдерші кәнекей. Сендердің ақылдылықтарын бір сынап көрейін. Айтам. 7 жетекші. Адамның басшысы ақыл, жетекшісі талап. Жолаушысы ой, жолдасы кәсіп. Қорғаны сабыр, қорғаушысы мінез. Сынаушысы халық. Бәрекелді кімнің немересі десейші. Ал енді, Мадина, сен де айта қойшы кәнекей. Қазына, ер жігіт, сұлу әйел, ақыл білім, жүйрік ат, қыран бүркіт, берен мылтық, құмай тазы ит. Мен білем, үш арсыз, ұйқы арсыз, тамақ арсыз, күлкі арсыз. Жарайсың балам, немерелеріміздің әппәрекелді. Міне ақылды менің балаларым. Балаларымыз өте батыр болған, е? Білектің күшімен, найзаның күшімен осыншама біздің кең байтақ жеріміз қорғап қалған. Қазақта жақсы сөз бар. Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Біздің ата-бабаларымыз білімді де білікті кісілер болған, білекті кісілер болған. Сендер де сондай білекті деген оймен бүгін күш салыстырамыз, е? Күшіміз сынап көреміз, қол күрестіреміз кәнекей. Қолды бірінші жаһангермен Кирилл екеуі кәнекей қол күрестіреді. Қазір мен былай санаймын, тік ұстаймыз, сен арғы тұрады. Тоқтағасынбыз ба? 1, 2, 3. Ой, бәрекелді. Асыл келіне жақа келді. Сен анда жақа. Енді асылмен Беген буған ақ тілі күшімен, ақ найза ұшымен қорғаған бабамның үлгі алып ісінен. Алға, алға, алға қазақ жігіттері, сенің артқан шансың халық үміттері. Көк аспанда желбіресің көк байрағың, жаса мәңгі қазағым жігіттері.
күшімен ақ найза ұшымен